Жаңалықтарымыз жалғастырамыз. Келе жатқан жаңа жылды электр жарығынсыз, жылусыз, қарасусыз қарсы алуыма тура келеді. Биліктегілер маған жаны ашысын. Алматы қаласы Түрксіб ауданында мемлекеттің қажеттілігі үшін сүрілген ескі үйлердің орнында жалғыз қалдым деген әйел осылай деп қынжылып отыр. Оған жергілікті билік жарты жыл бұрын жаңа үй береміз деп уәде еткен екен көрінеді. Бірақ көршілеріне үй беріліп, өзінің не себептен баспанасыз отырған ол әлі күнге дейін түсіне алмайды екен. Тақырыпты тілшіміз тарқатады. Законопослушные граждане, налоги платим, все платим. Почему к нам относятся как к собакам? Ольга Крешникованың жарықсыз, жылусыз, қарасусыз отырғанына 2 айдан асқан. Осыдан жарты жыл бұрын биліктегілер 20 шақты тұрғын үйді бұзып, орнына жаңа пәтер береміз деп уәде еткен. Ал Ольга үкімет мені көрші көлеңдеріммен алалап тастады деп наразы. Молю о помощи. Мынау не сұмдық? Алда жаңа жыл келе жатыр, сонда мен мына бұзылған үйлердің арасында отбасыммен ғана қарсы алам ба? Үкіметтегілер не дұрыс үкім шығармайды. Келісім бойынша маған да жаңа үй берілу керек болған. Тиісті мекемелерге барсам, аз қалды күтіңіз, алда баспаналы боласыз деп жуып шайып шығарып салады. Ольга Александр қызының не себептен көшпен бірге жаңа пәтерге қол жеткізбегенін білу мақсатында жергілікті шенелерге де бардық. Бірақ мәселеге жауапты қызметкерлер бір-бірлеріне сілтеп сценарий бойынша былай деп жауап берді. Сейчас мы курирующего зама найдем, хорошо, потом нормальное интервью вам дадим. Комментарий берем? Комментарий, да. Сейчас пока. Сейчас я найду его. Хорошо. Жауап берет деген қызметкерлерді жарты сағаттай күттік, алайда неге екені түсініксіз, әкімдік өз ауданындағы тиесілі шаңыраққа қатысым жоқ дейді. Акимат по этому вопросу ничего не ответит. Мы сейчас согласовали. Түрксіб ауданы әкімдігінен жөнді жауап ала алмаған соң Алматы қаласының тұрғын үй басқармасына да бардық. Мұндағылар Түрксібтің шенділерінде емес, сұхбат беруге бірден келісті. Тіпті бұл мәселені бүгін ғана естідік. Алда Ольга Крешникованың мәселесін шешеміз деп те уәде етті. Қазір табылды деген сөз, ол бүгін келген деген құжатты сөз. Ал кішкене ертерек қазір азаматтың құқығын ешкім бұзған жоқ. Енді мәселе қарастырудың жолы шешіліп жатыр. Жападан жалғыз қарайып қалдық деген Крешниковтар отбасының мәселесі жақын арада шешіле қоюы екі талай. Сондықтан да қақаған қыстың аязында Ольга енді отбасымен жаңа жылды жылусыз, сусыз, электр жарығынсыз қарсы алмақ. Нұрсейіт Жылқышыбай, Юрий Проводин, Қазақ Ньюс, Алматы.